Сәлеметсіздер ме? Каналымызға қош келдіңіздер. Лайк басып, каналымызға жазыла отырыңыздар. Бүгінгі клиентіміздің ақ шашы бар. Бояуға келіп отыр. Бұл жерде клиенттің қалауы бойынша 703 деген краска. Бұл шашты краскамен бояу үшін 700 деген сединаға арналған краскадан қосамыз. Сонда ақшашы жақсы алады. Екеуін араластырып 703-тен 25 грамм, 700-ден 10 грамм және 6% оксиданттан 35 грамм бірге бір формуласыменен қосамыз. Сөйтіп жақсылап араластырып, шашты бояймыз. Красканы жаққан кезде шашты қай жағынан ашады, сол жерден бастап жағамыз. Бірінші, ақ шашы бар болған үшін шаштың түбіне жақсылап красканы жағып аламыз, сіңдіріп. Щетканың ұшына краска алып, шаштың түбіне жабышамыз. 0,5 сантиметрден шашты аударып отырып, екі жағына да жағып отырып, тарап отырып жағамыз. Көп мастерлер шашты бояған кезде шаштың ұшынан бастап жағып жатады. Кейбір клиенттердің шаштарында ақ шашын ұстамай қалып жатады. Сондықтан кез келген жақсы білетін мастер шаштың бірінші түбінен бастап жағамыз. Түбінен бастап барлық жағына, алдына, артына жағып болғаннан кейін барып шаштың үш жағына жағамыз. Ақ шашқа бояған кезде егер ақ шашы жоқ болса, клиенттер 30 минут отырғызуға болады. Ал егер де ақ шашы бар болса, ол клиенттерді 35-40 минут. Егер де сединасы ақ шашы 100% ағарған болса, ақ шашы өте көп болатын болса, онда 45 минутқа дейін отырғызамыз. Содан кейін шампунмен, бальзаммен жуамыз.
Самайға красканы жаққан кезде жақсылап жағу керек, түбінде шаштар қалып кетпестен тарап отырып жағамыз. Көбіне клиенттердің самайы, маңдайының шаштары тез ағарады, бірінші көрініп тұрады. Сол үшін жақсылап жағамыз. Енді шаштың ұштарына жағып жатырмыз. Барлық төгініне жағып болғаннан кейін ұш жақтарын тарап тұрып, қалған краскамызды шаштың ұшына жағамыз.